Ораза ұстаушы адамға ауызашар берудің сауабының қандай екенін білесіз бе? Ендеше мына хадиске назар аударыңыз. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Мен фаттара саиман кана лаху мислу аджрих, гайра аннаху ла янқусу мин аджри саими шай'a." Раваху Тирмизи. Имам Тирмизиден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: кімде-кім аузы берік жанға ауызашар берсе, ораза ұстаған адамның алатынындай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда және Рамазанда ораза ұстаушыларға беріп жатқан ауызашарларымызды қабыл етсін. Рамазан мұбарак болсын.